Баршаңызға сәлем. 1 тамыздан бастап жалпыға міндетті білім беру бағдарламасы бойынша мектепке жол акциясы басталды. Мектепке жол акциясы атаулы әлеуметтік көмек алатын және де атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққанда табысы күнкөріс деңгейінен өте төмен отбасыларға, жетім балалар, ата-анасының қамқорынан қалған балалар, төтенше жағдайдың салдарынан шұғыл жәрдем талап ететін отбасылардың балаларына көмек көрсетіледі. Егерде аталған санатта болсаңыз, міндетті түрде жұмыспен қамту орталығы немесе қазіргі атауы еңбек мобильділік орталығы аудан орталығында болсаңыз, мансапты орталықтарына жүгінсеңіз болады, немесе егов порталы арқылы құжат тапсырсаңыз болады. Құжаттар тізімін осы орталықтың мамандықтары жазып береді. Дәл осы қағаздағыдай 2023 жылдың 3 тоқсанының күнкөріс деңгейі Астана қаласы бойынша әр отбасы мүшесіне шаққандағы сумасы 37 мың теңгені құрайды. Көрсетілген күнкөріс деңгейінен табыс көзіңіз асып кететін жағдайда, сіз мектепке жол акциясы бойынша көмекке зәру болған жағдайда АСП алмайсыз, бірақ 40.500 теңге көмекке сіз мұқтаж болсаңыз, онда сіз мектепте қамқоршылық кеңес мүшесі бар, сол қамқоршылық кеңес мүшесіне толық құжатыңызды тапсырасыз, және де сол қамқоршылық кеңес мүшесі сіздің үйіңіздің тұрмыс жағдайыңызбен келіп танысу арқылы шешім шығарады. Осы көмек түрін сіз мұқтажсыз ба, жоқ мұқтаж емессіз ба, сол қамқоршылық кеңес мүшесі шешетін болады. АСП алмайтын, бірақ көмекке зәру отбасы болсаңыз, мектептегі қамқоршылық кеңес мүшесі арқылы құжат тапсырып алуыңызға да болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз, және де сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіз. Алдағы уақытта жауап беретін боламын.